Всем привет! Мен сендерге бүгін 15-20 минуттық подкаст түсіремін. Ол мақсат. Бүгінгі теманың аты мақсатқа жету үшін жасау керек нақты 3 қадам. Сен 2026-да точно жетістікке жеткің келсе, осы 2025-те жетпей қалған жетістіктеріңнің орнын толтырғың келсе, онда жасау керекпіз. Сәлем, менің есімім Дана, мен медицинада 5-ші курс студентімін. Бүгін сендерге подкаст түсіргелі отырмын. Жалпы бізде мақсатты жетудің негізі 3 жолы бар. Осы 3 жолды жасау арқылы сен бүкіл кез келген мақсатыңа жете аласың. Ол салмақ тастау, ол белгілі бір табыс деңгейіне жету, не болмаса жаңағыдай оқуда, жұмыста, успешностьті арттыру үшін жасау керек амалдар. Мысалы, біріншісі бұл бізде мақсатты нақтылау. Мақсат нақтылау дегеніміз, яғни сен нені қалайсың. Яғни көп адамға осындай нақты мақсат жетіспейді. Олар жай ғана ниет, қиял деп, немесе армандардың тізімінің қатарына қосып қояды. Негізі ол дұрыс емес. Яғни тек қана мен арықтағым келеді, ақша тапқым келеді, бай болғым келеді, бақытты болғым келеді деп айтады. На самом деле, оны яғни бұл мақсат емес, бұл просто қалау, желание. Бірақтан да барлық осы желаниедан басталады, дегенмен мақсатқа орындау үшін оған нақты, четкий қою керек, яғни айту керек. Яғни ол үшін біз бірінші санын анықтаймыз. Осы мотивация анау-мынау деп қана қоймай, нақты мақсаттың миға жіберу санын, сигналын. Яғни мысалы, мен 50 килограмм болғым келеді, немесе айына 200 мың теңге табам, 300 мың теңге табуым керек, яғни тапқым келеді. Одан кейін мысалы 100 жаңа клиент алып келуім керек, осындай сияқты. Немесе осындай әлеуметтік желілерде блогер болғым келсе, маған нақты жазылушы подписчиктердің саны, мысалы, маған 5000 подписчик осы жылда, немесе 3 айда, 4 айда сияқты уақыт қою керек. Яғни жаңағы 60 килограмм, 50 килограмм қанша болғым келеді. Біреулер салмақ қосқысы келеді. Соның барлығын жазу керек. Қанша салмақ қосқың келетініне дейін. Одан кейін оны бөлшектеу. Яғни қалай бөлшектейміз? Яғни сен миыңа нақты нәтиже беру үшін, мотивацияны сөндірмеу үшін оны істеу керексің. Мысалы, аптасына 1 рет қана салмақ өлшеп тұрасың. Қанша грамм түсті, немесе қанша килограмм түсті. Одан кейін күнделікті табысың мен шығыныңды жазып отырасың. Сенде ақшаны откладывать етуге қалып жатыр ма, әлде оны сен одан сайын жұмсап жатсың ба? Яғни 300 мың, 500 мың, миллион табыс тапқанмен оның процентін ұстап қалмасаң, ол жерде ешнәрсе саған көмектеспейді. Одан кейін инстаграмда, яғни сен мысалы подписчик хотела, сен ол жерде күнделікті статистикаңды бақылап отыру. Мысалы сторисінде қаралымдар. Бірақ сен ол жерде тастап кетпеуің керек, главный. Ол всегда жасап жүрсең, оның результаты точно огонь болады. Сен, все, мен бүгін 1 рет салып көрдім, менде ешқандай результат болған жоқ, мен енді бай-бай бұл жерден кетсем десең, онда сен ешқандай нәрседе, істе, жұмыста жетістікке жетпейсің. Себебі ол жетістіктің кілті, ол дисциплина. Всегда, даже болмай жатса да жұмыстарың, сен всегда оны қайталап жасап отыру керексің. Мысалы, инстаграмда кімдерді айтуға болады, всегда жасайды деген. Айгерім Шахман деген, iker.ss. Ол кісі, мысалы, Reels Killer деген курсылар сататын. Атат негізі ол кісі күніне 6-7 сторис, 6-7 пост салады. Стористерін ешқашан үзбеген. Ол не үшін? Потому что оны клиенттері алу керек одан, дұрыс па? Ол сол себептен оны тоқтатпайды. Алса да, алмаса да сала береді, айта береді, өзінің өнімі туралы, өзі туралы. Енді бізде ең маңыздысы мақсатқа жетудің бұл сұрақ қою. Неге деген? Яғни мен бұны не үшін істеп жатырмын? Нақты мақсатты анықтау үшін неге жасауың керек екенін сен миыңа түсіндіру керексің. Мысалы, арықтағым келеді, неге?
себебі өзімді жақсы сезінгім келеді, дене бітімімнің әдемі болғанын қалаймын, немесе ақшаны не үшін көп тапқым келеді, ол көп тапқанда не пайда. Мысалы оны миыңа түсіндіру керексің. Ақшаны көп тапсаң не болады, қандай нәрсе алғың келеді, я мысалы бір нәрсе алғың келіп жүрген шығар, сен соны былай четкий мақсат етіп қоясың, одан кейін соған қарай ақша жинап бастайсың. Жұмыс жасамайсың ба, онда жұмысқа тұруға іздейсің жұмысты. Сол сияқты өзіңе сұрақ қойып үйрен, бұл маған не үшін керек жалпы, или мен осыны просто адамдар үшін жасаймын ба, әлде өзіме шынайы нақты керек пе. Көбіне негізі өзіңе шынайы ғана мақсаттарды жасай аласың. Егер де сен өзіңе керек емес, яғни сырттан навязчивый ой дейді ғой, мысалы инстаграмнан бір жақтан, тиктоктан көріп аласың да, жоқпын мен де істеуім керек деген сияқты стимул болатын болса, онда сен ол жерде бір ешқандай пайда да таппайсың, өзің только андай болады, қиналу болады да, сен миыңа нақат қойып қоясың, мен жасауым керек дейсің да, бірақ оны жасайтын кезде сен өте қатты қиналасың, өйткені қаламайсың, сила воли болмайды, потому что сен оны, ол сенің арманың, сенің мақсатың емес. Ол мысалы менікі, мысалы дейікші, допустим, сен менен көріп алдың, қызықтың, сен енді оны өзіңе жасап көру керексің деген сияқты. Шілей навязчиво етуге болмайды. Негізі инстаграмда өте көп адамдар жаңағыдай мен машина алдым, үй алдым, анда бардым, мында бардым, шетелде саяхаттап жүрмін, мынандай нәрсе, мынандай киім алдым деп көрсеткен кезде біздің басымызда еріксіз ойлар пайда болады, что біз де алғымыз келеді, біз де барғымыз келеді. Просто анау видеоға қарап отырып эмоцияларың оянып кеткендіктен болып тұр. Яғни енді бізде мақсатқа жетудің екінші жолы бұл бізде жүйе құру болады, система, яғни күнделікті әрекеттер. Жаңағы айтып өткенде, бұл мақсат, бұл бізде нәтиже, результат, ал нәтижеге жеткізу үшін бізде мақсат керек емес, уже бізде системный жұмыс, жүйе керек. Біз уже четкий мақсат қою үшін, яғни қойдық, мысалы жылына 12 кітап оқимын дедің, біреуің мына жаққа саяхаттаймын дедің, енді сен соған күнделікті нәтижеге жұмыс жасау керексің. Яғни бұл жерде уже дисциплина деп аталады. Мысалы мен жылына 12 кітап оқу үшін, сонда күніне неше бет кітап оқимын деген сұрақты қоясың. Одан кейін телефонды 30 минутқа өшіріп қоясың, мысалы ойлайсың, контент создавать етуге, рилсқа, сценарий жазуға, немесе бір жасайтын ісіңе специально уақыт арнайсың, телефонсыз, ешқандай мәліметтерді сыртпен байланыспай, өз-өзіңмен сұрақ қоясың жаңағыдай. Одан кейін түнде 5 минут, 15 минут білім алу. Бұл не үшін? Просто сенің миыңа новый ақпараттар жіберіп отыру үшін. Енді жүйе дегеніміз бұл күнделікті қайталанатын әрекеттер. Яғни бұл мақсатқа байланысты жүйені құра білу керексің да. Если сен күніне 2 литр су ішудің өзін, мысалы қарапайым, қай кезде қанша миллилитр сумен ішесің, соның барлығын прям өлшеп қою керексің. Ұйқы 7-8 сағат, яғни 7-8 сағат ұйықтау үшін мен нешеде жатуым керек, таңертең нешеде тұруым керек сияқты сұрақтарды барлығын реттейсің, жазасын, күнделік арнайсың. Ал мақсатың ақша табу болатын болса, яғни күн сайын 10 клиентке жазу, сторидің күнделікті стори салу, если сенің ақшаң ол инстаграммен табылатын болса, контент жасау, если сен блогер болғың келсең, аптасына 2 рет контентіңді жасап, өнім туралы біліміңді дамыту, не сатасың, курс сатасың ба, әлде басқа нәрсе ма, өзіңнің клиенттермен стиліңді жақсартасың, сөйлеу коммуникацияңды дамытасың. Жалпы өмір деген бір орында тұрып қалсаң, ол наоборот регресс болады, артқа қарай. Сен тек қана алға қарай жылжу үшін сенде күнделікті даму болу керек та. Хотя бы бүгін бір нәрсе жасап, бір нәрсе үйрену керексің да. И үшінші қадам бізде мақсатқа жетудің бұл тұрақтылық. Яғни тұрақтылық болмаса, сен уже все, мотивация өшті, сила воли өшті деп, все деп жасамай кетесің. Ал сенің осы уақытқа дейін жасаған еңбегің ол зая кетеді да. Сол үшін мотивация жоқ кезде де жалғастыру керексің. Яғни эмоцияны өшіріп тастап. Яғни көп адамда мақсат бар, мысалы четкий целдер болуы да мүмкін. Көп адамда жоспар да бар, все, мен бүгін бүйтем, ертең сөйтем, арғы күні өйтем, мына бүйтем, 2 айдан кейін солай деген сияқты. Бірақ олар адамдардың көбінде жүйе жоқ.
яғни оны жасау ең қиын амал. Бірақ сен жасаған сайын өзіңнің мықты болып жатқаныңды, жоспарларының барлық орындалып жатқанын көретін боласың. Яғни сенің жасай алатыныңа деген ішкі сеніміңді ояту үшін сен күнделікті жасап жүрсең, сенде стопудық уверенность пайда болады, өзіңе сенімді жүресің. Өйткені бұл жерде біреу сынап жатса да, хейт етсең де тоқтамау керек та. Сен уже тоқтасаң, осыншама артта қалған еңбегіңді зая кетеді бекерге. Сол үшін кеш жасасаң да жасай бер, жасаудан тоқтамау керексің. Яғни тұрақтылық деген бұл не обязательно прям идеальный, супер, пупер етіп жасау емес. Ол хотя бы бір нәрсе жасау. Не очень болса да тұрақтылық. Главное тоқтамау керек. Бұл ереже. Яғни сен 1% ереже деген бар. Если сен бір жылда 1%-тен, күніне 1%-тен жасап отсаң, 37 есеге жақсарасың. Ал керісінше күн сайын 1%-ке төмендесең, онда ештеңеге жетпейсің. Бұл жасау керек, тұрақтылықты дамыту керектің нақты бір ережесі деп білем. Одан кейін 30 күндік ереже деген бар. Оны яғни бұл әрекетті сен 30 күн бойы жасасаң, яғни ми оны дағды, әдет, привычка ретінде қабылдайды. Яғни қиындық емес, жасайтын кезде уже бір жеңілдік болады, сен уже как будто бұрыннан жасап жүрген сияқты сезім болады да. Біздің миымызда негізі ондай жұмыстар өте көп автоматом кетіп қалатын. Тоже біреуге сөйлегенде біз автоматом не, болмаса ау, андай-мындай деп сұрақ қойса жауабымыз дайын тұрады. Неге? Потому что ол жылдар бойы автоматом келе жатқан нәрсе. Кез келген әдетті 30 күн бойы жасау арқылы сен сондай әдетті қалыптастыра аласың. Және де кішкентай қадамдар жасап отыру керек. Бізде негізі адамды шаршататын ол үлкен мақсаттар емес. Адамды шаршататын сол мақсатты бірден орындауға тырысу, яғни асығыстық. Мысалы, баланың өзі 9 айда дүниеге келеді, бірақ біз адамдар салмақ тастайтын кезде, арықтайтын кезде, мысалы, бүгін бастадым, уже 2 күннен кейін біз 3-4 килограмм түсіп кеткенін қалаймыз. Хотя 3-4 килограмм ол 1-2 күнде қосылған жоқ, бір аптада да қосылмаған болуы мүмкін, жылдар бойы қосылған салмақты біз 2 айда, 3 айда жоқ қылып тастағымыз келеді. Хотя оның қосылуына бір 4, 5, 10 жыл кетті, дұрыс па? Яғни бір нәрсе жасайтын кезде ондай асығыстық, жылдамдық керек емес. Главный сенің әрекетің болса, ол уақыт өте келе пайда болады. Даже влог инстаграмда немесе тиктокта жүргізген кезде ол бірден саған 100 000 подписчикке, миллион лайк жинап, 10 миллион просмотр никогда болмайды. Сен олай күтпеу керексің, потому что сен много больше чего ожидаешь, сен беріп жатқаннан күтіп жатқан өте көп. Яғни алу беру балансы болу керек. Сен бір кемінде 2 жыл, 3 жыл блог түсіріп жүрсең, тоқтатпай, күнделікті сторис, күнделікті контент, reels, пост салсаң, онда можно ожидать, да, хотя бы 3 жылда бір 50 000, 100 000 подписчикке. Қазір сенде ешқандай әрекет жоқ па? Сен онда 1-2 күн жасап, 2 апта, 2 ай жасап, үлкен нәтиже күтпе. Жаңағыдай, главный тоқтамау керек қой, бұл жердегі ең маңызды қадам. Енді қорытындылайтын болсақ, бізде мақсатқа жету бұл талант емес, бұл дағды, бұл әдет. Яғни кім қолданса, сол жетеді. Күнделікті әрекеттерді үзбей жасай беру, бұл осы дисциплина, тек қана жасау. Жалпы біз бүгін мақсатқа жетудің нақты 3 қадамын талдадық. Яғни мақсаттың қорытындылай келген кезде мақсаттың саны болу керек, уақыты болу керек, және біз мақсатты өлшеп, бөлшектей алуымыз керек, және себебін білуіміз керек, өз-өзімізге сұрақ қою арқылы. Және де жүйе құруымыз керек. Жүйеде күнделікті әрекеттер, процесске фокус қойымыз керек, результатқа емес. Және кішкентай қайталанатын дағдыларды күнделікті жасап отыруымыз қажет. Және үшінші ең маңызды мақсатқа жетудің формуласы бұл тұрақтылық. Күніне 1% жақсарып отырсақ, хотя бы бір нәрсе жасасақ, сол саламызға, мысалға, блогер болғысы келетін, салмақ тастағысы келетін, дұрыс тамақтанғысы келетін, дұрыс ұйықтағысы келетін адамдарға, онда
тоқтама жасау, кем дегенде 30 күн бойы тоқтамай өз-өзіңмен жұмыс жасау. Жалпы бүгінгі менің мини подкаст ұнаса, мен қуаныштымын. Маған лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Алдағы уақытта мен келесі тақырыптарды қозғайтын боламын. Яғни дұрыс ұйықтау, қаржылай сауаттылық, ақшаны қалай жинауға болады немесе, және де медицинадағы оқу ерекшеліктері, өмірде мамандықты қалай таңдау керек, тағы да басқа тақырыптармен бөлісетін боламын. Ал келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.